Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған мен Жанар. Менің көрермендерім үшін қызылша салатын сүйіп жейтін көрермендеріме күшті рецепт дайындап қойдым. Осы рецепті жасап көріңіздер. Ең алдымен қызылшаны қайнатып аламыз. Қайнатылған қызылша ол үшін бізге керегі, және кинза, горох немесе жүгері қоссаңыздар болады, яғни консервный. Ең алдымен қызылшамыздың сыртын ашып аламыз және суға бір шайып аламыз. Жуылған қызылшамызды енді теркадан өткізсеңіз де болады, немесе ұзынша етіп турасаңыз да болады, төрт-бұрышты етіп турасаңыз да болады, өз қалауларыңызша турайсыздар. Мен төрт-бұрышты етіп тураймын, өйткені горохпен өте жақсы үйлеседі. Осы салатты сіздерді жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмдісінен бөлек пайдасы мол, гемоглобинді көбейтеді. Барлықтарыңыз білетіндей, бұл салаттың оп-оңай жасалу жолы оп-оңай. Одан бөлек қаныңызды тазартады, барлық шлактарды шығарады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Майонезсіз жасалатын салат өте дәмді. Ары қарай енді горохымызды саламыз, ары қарай кинзамызды саламыз. Сіздерде сұйық майдан үйдегі сұйық майды қоссаңыздар болады. Мен осындай зәйтүн майын қостым, кішкене ғана 2 ас қасық көз мөлшермен салдым. Сіздерде өздеріңіздің қызылшаларыңызға байланысты құйсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, ең алдымен араластырып аламыз. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш сепсеңіздер болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Достар, сіздерге ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Дәл осы салатты отбасыларыңызды қуанышты күндерде дастарханда қойып, дәмді салат жасауға кеңес беремін. Өте дәмді және пайдалы салаттың бірі. Егер сіздерге ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар.